Ирак 9 жасар қыздармен некеге тұруды заңдастырды. Иракта америкалық әскерлер шығарылғаннан кейінгі алғашқы парламенттік сайлау өтті. Олардың ресми қорытындысы мамыр айының соңында ғана шығарылатын болса да, қазіргі шиит премьер-министрі Нури аль-Малики жеңіске жету ықтималдығы жоғары деп айтуға болады. Сонымен қатар, оның министрлер кабинетінің сайлау алдындағы уәделерінің бірі кішкентай қыздарды күйеуге беруге рұқсат беретін Джафаридің жеке мәртебесі туралы заңын қабылдау болды. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Баспасөз беттерінде ислам әлемінің әдет-ғұрпы туралы таң қаларлық хабарлар жиі жарияланады. Сонымен, Мысырда билікке келген исламшылар 1-2 жыл бұрын сол кезде некрофилді заңдастырмақ болғаны туралы хабар батыс қоғамын таң қалдырды. Олардың айтуынша, әйел қайтыс болғаннан кейін 24 сағат ішінде күйеуінің онымен жыныстық қатынасуға түсуге құқығы бар. Бұл жаңалық көп ұзамай жоққа шығарылды. Негізінде мұндай хабарламалардың пайда болуы мен таралуы исламофобияның және мұсылман мәдениетінің қарапайым негіздерін түсінбеудің салдары болып табылады. Бұл Ирактың Джафаридің жеке мәртебесі туралы заңының жағдайы. Бұл заң нормасы некедегі зорлауды заңдастырып, яғни күйеуінің әйелі қаламаса да жыныстық қатынасқа түсуге құқығы бар. Әйелдердің жұбайының рұқсатынсыз үйден шығуына, ал ажырасқан жағдайда 2 жастан асқан барлық балалары автоматты түрде әкесінің қорғаншылығына өтеді. Бірақ Джафари заңының ең өрескел ережелері некеге тұру жасындағы өзгерістерге қатысты. Қазіргі уақытта Иракта неке жасы 18 жаста, қамқоршылардың рұқсатымен 15 жаста некеге тұруға болады. Бұл тәртіп ол елде 1959 жылдан бері бар. Алайда Джафари заңы бойынша ер балалар үшін неке жасын 15 жасқа, ал қыздарға дәлірек айтсақ 9-ға дейін төмендету керек. Оның үстіне 9 жасқа толмаған қыздар да әкесінің немесе атасының рұқсатымен тұрмысқа шыға алады. Үкімет Джафари заңын ақпан айында бекітті. Енді оны парламент ратификациялау керек. Соңғы уақытта заң жобасы Иракта да, шетелде де сынға ұшырады. Мысалы, бұл құқықтық норма парламентке әлі ұсынылмаған кезі Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы тиісті мәлімдеме жасады. Джафари заңын қабылдау ирактық әйелдер мен қыздар үшін апатты және кемсітушілік болады, деді Джо Сторк, Таяу Шығыстағы кеңсе басшысының орынбасары. Бұл жеке мәртебе туралы заң үкімет барлығына тең құқықты қолдаймыз деп мәлімдеген кезде Ирактағы теңсіздікті тереңдетеді. Заң жобасы авторларының өздері де сын айтудан мүлдем ұялмайды. Бұл заңды ұнатпайтындар бар, бірақ біз оларға мән бермейміз, өйткені олар исламға қарсы, дейді әділет министрінің өкілі. Ал либералды баспасөз Ирак премьер-министрі Нури аль-Маликидің кеңесшісі Али аль-Мусауиден сөгіс алды. Кейбір бақ Ирактың өткенге сырғып бара жатқанын көрсетеді, бірақ бұл дұрыс емес. Батыста гейлердің некесі туралы айтады. Бұл біз ешқашан талқыламайтын және біздің табиғатымыз бен дінімізге қайшы келетін нәрсе, дейді ол. Жас қыздармен некеге тұру исламға қайшы емес деген әңгіме бекер емес. Пайғамбардың әйелдерінің бірі Айша анамызға небәрі 6 жасында құда түсіп, 3 жылдан кейін, яғни Джафари заңында белгіленген 9 жасқа енді ғана толған кезде үйленеді. Бірақ неке автоматты түрде жыныстық қатынастың басталуын білдіреді деп еш жерде айтылмаған. Айшаның жасына сілтеме жасау мұсылман елдерінде көптеген қыздардың тағдыры үшін әлі де шешуші мәнге ие. Атап айтқанда, бұл Сауд Арабиясының кәмелетке толмаған азаматтарына тікелей қатысты. Бұл елдің заңдарында негізінен неке жасы деген ұғым жоқ. Белгілі бір одақтың рұқсат етілгендігі туралы шешім қабылданғанда, жергілікті тұрғындар теологтардың пікіріне сүйенеді. Олар өз кезегінде қыздарды 9 жастан бастап күйеуге беруге болады деп есептейді. Таң қаларлық емес. Олар кәмелетке толған кезде кәмелет жасқа толған кезде саудиялық қыздардың шамамен 16% қазірдің өзінде тұрмысқа шығады. Кейде Сауд Арабиясындағы тең емес неке трагикомедияның сипатына ие болады. Мәселен, басты кейіпкер 15 жасар қызға үйленген 90 жастағы қарияның оқиғасы көпшілікке шу тудырды. Бұл некеге келісім беру үшін ол қалыңдықтың ата-анасына 65 мың реал, 17 мың доллардан астам төледі. Алайда әлеуметтік бірлік ешқашан қалыптаспаған. Үйлену тойынан кейін жас келіншек бірнеше күн бойы өз бөлмесінен шықпай жатады. Нәтижесінде көңілі қалған күйеуі өзін алдандым деп есептеп, қыздың отбасын сотқа береді. Ауғанстандағы жағдай одан да аянышты. Онда әрбір 5-ші қыз 15-ке толғанға дейін тұрмысқа шығады.
2009 жылы елімізде әйелдер құқығын қорғайтын заң қабылданды. Бұл құқықтық нормада мәжбүрлі және ерте некеге де тыйым салынды. Бірақ бұл талапты барлық жерде орындай бермейді. Біріккен ұлттар ұйымының есебіне сәйкес, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық фактілері бойынша қудалау 1-2 жылда 2% ғана өсті. Америка әскерлері шығарылғаннан кейін тәліптерден кек алу мүмкіндігі немесе орасан зор есірткі тасымалымен күресу сияқты проблемалардың аясында қыздардың өз еркімен тұрмысқа шыққанын еске алатындар аз екені анық. Сонымен қатар көптеген ауғандықтар өздерінің қаржылық жағдайын қалыңдық үшін төленетін қалыңдық құнының есебінен жақсартуды қолайлы деп санайды. Джуржан провинциясының Рамазан есімді тұрғынның жағдайын айтсақ, есірткіге салынып қарызға белшесінен батқан ол 7 жасар қызын 35 жастағы жігітке $2000 тұрмысқа беруге келіскен. Жаңа үйдегі өмір бойжеткенге оңайға соқпады. Тұрмыс құрған 1 жыл ішінде ол күйеуі мен қайын-енесінің ұрып-соғуынан жасырынамын деп бірнеше рет ата-анасына қашып кетеді. Алайда әр жолы күйеуі оны қайтарып алған. Егер қыздың анасы құқық қорғаушыларға жүгінбегенде, бұл оқиға қалай аяқталатыны белгісіз болды. Нәтижесінде Рамазан күйеу баласы және неке қию рәсімін жасаған молда тұтқындалады. Йеменде неке жасын ұлғайту үшін күрес ерекше драмалық жағдайда жүріп жатыр. Бұл елдегі жасөспірім некеге тұру мәселесі өткен жылы орын алған жан түршігерлік оқиғадан кейін дүниежүзінің назарына ілікті. Содан 8 жасар қыз неке түні 40 жастағы күйеуімен жыныстық қатынас кезінде жарақат алып қайтыс болды. Құқық қорғау ұйымдарының наразылығы сонша, тіпті еуропалық дипломатияның басшысы Кэтрин Эштон да бұл мәселеге қатысты пікірін айтуға мәжбүр болды. Бірақ ерте неке мұсылман елдеріне ғана тән жамандық деп ойламау керек. ЮНИСЕФ мәліметінше, мұндай үйлену тойларының 40% Үндістанда да өтеді. Бірақ онда қалыңдық пен күйеу жігіттің жас айырмашылығы әдетте онша көп емес. Олар 15-16 жасқа келгенде бірге өмір сүре бастайды. Бірақ одақты олардың ата-аналары жасайды. Көбінесе болашақ ерлі-зайыптылар әлі де балалар болған кезде. Бұл тәжірибеге заңмен тыйым салынған. Бірақ бұл үшін тіпті 2 жыл түрмеде жату үндістандық стандарттар бойынша лайықты сомада айыппұл төлеу мүмкіндігінің өзі мұндай тойларды ұйымдастырушыларды қатты үрейлендірмейді. Джафари заңның жақтаушылары бұл заңның тек әдеттегідей заңдастыратынын айтады. 2011 жылы қыздардың 25%-ға жуығы 18 жасқа дейін тұрмысқа шықты. 1997 жылы бұл көрсеткіш тек 15% болған. Заң қабылданса, заңның авторлары бұл неке қыздардың өздеріне тиімді болмақ дейді. Өйткені олардың күйеуімен қарым-қатынасы заңдық негізде бекітілетінін айтады. Ал егер солай болса, онда оларға өз құқықтарын қорғау оңайырақ болады. Бірақ неке төсегінде қайтыс болған йемендік қыздың оқиғасы көрсеткендей, кейде некенің салдары соншалықты қиын, қыздардың құқықтары үшін күресетін ешкім қалмайды. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.